Сәлем құрметті оқушы. Бүгін біз 75/15 түріндегі кестеден тыс ауызша бөлу деген тақырыпты өтеміз. Сабағымыздың мақсаты осы 75/15 деген ауызша бөлуді орындап үйрену. Бірінші, 36/12 өрнегінің мәнін тап. Ол үшін біз 12 санына көбейткенде 36 шығатындай санды табуымыз қажет. Әрине, ол мысалы 2-ні көбейтіп көреміз, 24, яғни 2-нің сәйкес келмейтінін көріп тұрмыз. Ал енді 3-ке көбейтіп көрейік, 36, яғни біздің ізделініп отырған санымыз 3. 36-ны 12-ге бөлсек 3 болады. Ал енді тексереміз. 3 көбейті 12 тең 36. Міне, осыларды қазір біз басқа тапсырмаларда орындайтын боламыз. Мына ережені есіңде сақта. Бөліндінің мәнін тез таңдап алу үшін бөлгіштің соңғы цифрына назар аударамыз. Көбейту кезінде бөлгіштің бірлігіне тең санды есіңе түсір. Көбейткен кезде бөлгіштің соңғы цифры шығатындай етіп таңдап алу қажет. Мысалы, бөліндінің мәнін таңдап алу үшін қандай тәсілді қолданамыз, я? Мен алдында айтып кеткен тәсіл. Яғни, мына бөлінгіштің соңғы санына қараймыз. Осы бөлінгішке қай санды көбейткенде бөлгіштің соңғы 8 санына сәйкес келеді? Есімізге түсірейік. 7-ні көбейтінсін. 4. Ал қанекей көбейтеміз. 7 4-ім 28, 7 10-ым 40. 40-қа 28 қоссақ 68. Міне, шықты. Тағы біреуін көрсетейін. Ал енді 92 бөлу 23. Қай санды біз 3-ке көбейткенде соңы 2 болып аяқталады? 4. Дұрыс айтасың. Ал енді 4 3-ім 12, 4 20, 80. 80-ге 12-ні қосса 92. Міне, тура осылай соңына дейін аяқтап жазу қажет. Үшінші тапсырма. 2 таңбалы санды 2 таңбалы санға бөлу алгоритмін қала. Және түсіндір. Есептеуді тексер. Бірінші тәсіл. 2-ні аламын. Мысалы, біз 78/13 деген бөлуді қарастырып жатырмыз. Бірінші 2-ден аламыз, 26. 3-ті аламыз, 4-ті аламыз, 5-ті аламыз. Міне, содан кейін барып 6-ны алған кезде 78 шықты. Сонда бізде жауап 6 болады. Ал енді екінші тәсіл. Бөлінгіштің соңғы цифрын қараймыз. Яғни, мына соңғы цифр бізде 8. Қай санды 3-ке көбейткенде соңы 8 болады деген сұраққа бірінші жауап беріп аламыз. 6 3-ім 18. 6-ны беріп көреміз. 6-ны 13-ке көбейтсек 78. Сонда бізге ең ыңғайлысы осы екінші тәсіл болып тұр. Міне, егер осында 2 таңбалы санды 2 таңбалы санға бөлу кездесіп тұрса, онда бірден не істейміз? Мына бөлінгіштің және бөлгіштің 2 цифрына қараймыз. Сен мүсіндер бейнеленген фотосуреттерді альбомдарға орналастыру керек. Тапсырманы орында. Ал кәнекей фотосурет саны бізде 68. Бетіне тек 7 сурет қана сияды екен. Енді беттерінің саны неше және қалған фотосурет. Яғни бұл қалдықты табудың бір өрнегі. 68-ді 7-ге бөліп көрейік. 9, 9 7-ім 63. 68-ден 63-ті азайтсақ 5. Ені астына тексерейік. 9 7-ім 63, оған 5-ті қоссақ 68. Міне, шығарып бірден тексеруді ұмытпаңдар. Мүсін жасау үшін шеберге құралдар қажет. Қандай құралдар қажет екенін есептің мәтінінен білетін боласың. Бір кескіш 19 теңге тұрады.
95 теңгеге неше кескіш сатып алуға болады? Яғни аның шешуі қалай болады? 95 теңгеге 19-ға бөлуіміз қажет. Ал енді сол бірінші тәсілді пайдаланамыз. Қай санды 9-ға көбейткенде соңы 5 шығады? Әрине, мүмкін тауып қойған шығарсың. Соны жаз. Және де мына шеберге қанша кескіш ала алатынын тауып көмектес. Келесі, ә нұсқасының шешуін және жауабын толық өзің жазуың керек. Ол үшін мұқият берілгенін оқып шық. Б нұсқасы. Циркуль 65 теңге тұрады. Бұл бір сызғыштан 13 есе қымбат. Бір циркуль мен бір сызғыш үшін қанша теңге төленуі керек? Ал енді бұл есепте мен қысқаша шартын жазып көмектесемін. Ал циркуль 65 теңге. Сызғыш және бұл дейді. Бұл сызғыштан 13 есе қымбат. Яғни біздің сызғышымыз не дейді? Арзан деген сөз. Екеуіне қанша теңге төленуі керек? Ал шешуі бұл дегенде кері амал қолданамыз. 65-ті 13-ке бөлеміз. Кәнекей есімізге түсіреміз. Қай санды 3-ке көбейткенде соңы 5 болады. Мысалы 5-тің өзін, 65-ті 13-ке бөлсек 5. 5 бұл теңге, бұл сызғыштың бағасы. Енді осы 5 теңгеге біз 65 теңгені қосу арқылы барлығы қанша теңге төленгенін табуға болады. Келесі В нұсқасының шартын, шешуін, жауабын толығымен өздерің жазыңдар. Теңдеулерді шеш. Мен бірінші теңдеуді көрсетемін. Y азайту 150, теңдеуіміздің сол жағын тура солай көшіреміз. 700-ден 450-ді азайтса 250. Бізде азайғыш белгісіз. Оны табу үшін әрине біз қосамыз. 250 қосу 150. Y тең 400. Ал енді 400-ді Y-тің орнына қойып көрейік. 400-ден 150-ді азайтсақ 250. Енді 700-ден 450-ді азайтсақ 250. 250 мен 250 бір-біріне тең. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.